Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге бұл теңбілді барнасы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Каталондық Барселона Кварацхелиді алғысы келеді. 22 жастағы ойыншыға Еуропаның көптеген жетекші клубтары қызығушылық танытуда, бірақ каталондықтар қаржылық қиындықтарына қарамастан жақын болашақта Наполи жұлдызы үшін күресуге ниетті. АС басылымының айтуынша, Барселона грузин ойыншысын 2024 жылы сатып алу жоспарын дайындап жатыр. Трансфермаркет сарапшылары Кварацхелидің құнын 85 миллион еуроға бағалап отыр. Оның қазіргі келісім шарты Наполимен 2027 жылдың ортасына дейін. Хвича Наполи сапында барлық жарыстарда 45 матчқа қатысып, 14 гол соғып және 18 нәтижелі пас берген. Барселонаға ауысып, Барселонаның үздік ойыншысы атануы әбден мүмкін. Реал Мадрид клубы Мбаппеден бас тартты. Эрлинг Холландты сатып алады. Мадридтік Реал осы жазда шабуылшы Килиан Мбаппені сатып ала алмайды. 24 жастағы француз осы маусымды PSG сапында өткізуге шешім қабылдады. Осыған байланысты корольдік клуб әрекетін тоқтатуды жөн көрді. Жұлдызды ойыншыны алып назарда көшбасшыға ауыстырыңыз. Шабуылшы себебі Манчестер Сити Эрлинг Холландты алмақшы. Эрлингтің трансферлік бағасы 180 миллион еуроны құрайды. Манчестер Сити мен келісім шарты 2027 жылдың маусым айына дейін. Холландтың командасы алдыңғы жыл требді жасаған болатын. Премьер лиганың үздік бомбардирлер тізімінде бірінші орында тұр Эрлинг Холланд. Осы 22-23 маусымдағы. Килиан Мбаппе Реалды қанша рет лақтырып жатыр. Реал Мадрид қанша рет абыройын түсір Мбаппеге бола, ақша құрты Мбаппеге бала. Эрлинг Холландты сатып алмай жүреді. Енді Мбаппе тағы да Реал Мадридті лақтырды. Черепашка Нинза енді PSG-ның жұлдызды ойыншысы. Екінші капитан. Не болса да Мбаппеге де Реал Мадридке де сәттілік тілейміз осы маусымда. Эрлинг Холландқа да. Жалпы барлық ойыншыларға. Беллингем Криштиану Роналдудың рекордын қайталады. Джуд Беллингем екінші таймда жарақат кезінде гол соқты. Бұл Реал Мадридке Хетафенің үстінен 2-1 есебімен жеңіске жетуге мүмкіндік берді. Ағылшынның жартылай қорғаушы үшін бұл Мадридтік Реалдағы 5-ші голы. Осылайша Джуд Беллингем Реал тарихында енді. Оған дейін 2009 жылы Криштиану Роналду мен 1960 жылы Пепелио ғана Ла Лигада 4 бастапқы ойында гол салған еді. Ұлттық құрамаларда үзілістен кейінгі ағылшынның жалғыз рекордшы бола алады. Реал Мадрид деген зорға командаларын жеңіп жүр Ла Лигада 1-0, 2-1, 2-1, 1-0 есептермен. Бұл Реал Мадрид үшін ұят деп ойлаймын өзім. 14 рет Чемпиондар Лигасын жеңген команда Ла Лиганың әлсіз командаларын әрең дегенде жеңіп жүр. Биыл Реал Мадридте 100% айталам Чемпиондар Лигасы жоқ. Түсіне де кірмей қоя салсын. Филиппе Коутиньоға екі клуб қызығып отыр. Бразилиялық команданы өзгертуге қарсы емес. Реал Бетис пен Бешикташ клубы Астон Вилла жартылай қорғаушысы Филиппе Коутиньоға қызығушылық танытуда. Бұл туралы инсайдер Фабрицио Романо хабарлайды. Астон Вилла ойыншыны жіберуге дайын, енді бәрі ойыншының өзіне байланысты. Бразилиялық Астон Вилла сапында 2022 жылдың қаңтарынан бері ойнап келеді. Биылғы маусымда 31 жастағы жартылай қорғаушы Премьер лигада бар болғаны 24 минут ғана ойнаған. Қалай ойлайсыздар, Филиппе Коутиньо қай командаға ауысқаны жөн? Өз ойларыңызды комментке қалдырып кетіңіздер. PSG президенті Насер Аль-Хилальфи шабуылшы Коло Муанидің клубқа ауысуына түсініктеме беріп, бұл трансфердің жүзеге асуына өте қуанышты екенін атап өтті. Мен Коло Муанидің клубқа ауысуына өте қуаныштымын. Біз бұл трансферді жүзеге асыру үшін керемет күш салдық. Коло Муани өте керемет ойыншы, ол PSG мен біздің жобаға адал. Мен оны біздің клубтың ересінде көргеніме өте қуаныштымын деп келтірді PSG ресми сайтына Аль-Хилальфи. Коло Муани PSG мен 5 жылға келісім шартқа отырды. Бұған дейін шабуылшы немістің Айнтрахтта ойнаған. Трансфер сомасы бонустарды қосқанда 75 миллион еуро. Бұл Насер Аль-Хилальфи деген таза артыққа кіретін президент десекте болады. Бұл Мбаппенің көбінесе артына кіріп, оның командада қалғанын қалайды. Аттың басындай алтын бері Мбаппені командада қалдырған болатын 2024 жылдың соңына дейін. Енді тағы да осы маусым Мбаппе PSG сапында қалады, Реал Мадридті лақтырып. Қазіргі уақытта ақша не істетпейді. Бұл Насер көкеміз Ла Лиганың Валенсия клубын сатып алмақшы болған еді, бірақ Ла Лиганың президенті Хавьер Тебас бұған бас тартты. Бұл тағы да енді Францияның 2-3 клубын сатып алуға тырысып жатыр Насер Аль-Хилальфи. Бүгінгі видео осымен тәмам достар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Осы видеоны футбол көретін достарыңызға, таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Алдың өсуіне көмектесіңіздер достар. Арнаға тағы да айтайын, тіркеліп қойыңыздар.